Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы мұздықтардың еруі. Жаңа сөздермен таныс болайық. Жоғарылау, тау бөктері, мұздықтар, қысқарған, жорамалдау, өзендердің ағысы, әсер ету, ауа алмасу, шығын. Бірінші тапсырма. Суретте не бейнеленгенін айт. Бағалау парағы. Суретте не бейнеленген айтады 2 ұпай. Сурет бойынша әңгіме құрады 2 ұпай. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сен таулы жерде тұрасың ба? Әлде тауда мұздықтар бар ма? Екінші. Әлемдегі экологиялық мәселелер Қазақстанға әсер ете ме? Үшінші. Әсер етсе, оған қандай мысал келтіруге болады? Оқылым айтылым тапсырмасы. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендір. Температура, тау бөктерінде ғалымдар жорамалдайды, мұздықтар азайды, жоғарылаған. Мұздықтар өзендердің ағысына ауа алмасуы. Әсер етеді, жүреді, азайған. Бағалау парағы. Сұрақтарға жауап береді 2 ұпай. Сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіреді 2 ұпай. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.